Қазір барлығымыз білеміз, частный болсын, госорганизация болсын, барлығы еңбек.кз арқылы жұмысқа сотрудник қабылдауда, договор толтыруда, электронный вакансия беруде барлығы еңбек.кз арқылы жүзеге асырылады. Қазір мен сіздерге осы видеода жұмыстан шығып кеткен сотрудниктің еңбек.кз-тен қалай жұмыстан шығарамыз, трудовой договорын қалай расторгнуть етеміз, көрсететін боламыз. Сіздер жеке кабинеттеріңізге кіресіздер, еңбек.кз-ге бұрынғы видеоларда айтылған болатын. еңбек.кз-ге сіздер электронный почта или басқада социальный сет арқылы тіркелесіздер. Мой кабинетке кірген кезде жеке кабинеттеріңізде сол жақ бұрышында мына вакансия, архив вакансия, трудовой договоры барлығы тұрады. Трудовой договорды бассаңыз, сізде электронды жеке кабинетіңіздегі бұрын осы кезге дейін енгізген трудовой договорларыңыздың тізімі шығады. Сіз сотрудникті тауып алып, соныменен датасын белгілеп, жұмыстан шыққан датасын трудовой договорда расторгнуть етесіз. Трудовой договор деген батырманы басқаннан кейін сізде дәл осындай кабинет ашылады. Одан кейін вход деген зеленый кнопканы бассаңыз, сіз бірден өзіңіздің жеке кабинетіңізден шығасыз. Қараңыз, я работник или работодатель. Қараңыздар, бірден сіздің организацияңыз шықты. Я работник деп басқаннан кейін главная страница ашылды сіздерде. Трудовой договор дегенді басамыз. Сізде дәл осындай бет ашылады. Сіз увольнять ететін жұмыстан шыққан сотрудниктің иіні набирать етесіз, немесе фамилиясын, атын набирать етсеңіз, өзі сіздің трудовой договорларыңыздың ішінен сізге тауып береді қажетті сотрудникті. Қараңыз, сіз жұмыстан шығып кеткен сотрудникті тауып поисктен жіберіп түсіне барған кезде сізде осындай действие деген жерде тұрады. Редактировать распоряжение, восстановить, удалить, смотреть. Сіз осы статустан жұмыстан шығатын сотрудниктің тұсына расторгнуть деген статусты таңдайсыз. Сізден причинасын сұрайды, әрине причина по собственному желанию. Осы белгілейсіз и датасын таңдайсыз, и электронно цифрлы қолтаңбаның, яғни организацияның юрлицо ЕЦП-сінің екінші ключімен подписать етсеңіз, сізде ол сотрудник сізде тізімде шығып тұрады, бірақ оның статусы расторгнутый, яғни трудовой договорының статусы расторгнутый болып тұрады. Міне сотрудниктарды осылай удалить етесіздер жұмыстан шығып кеткен.